Анамның тағдырын қайталадым. 3 бөлім. Жалғасы. Өмір тосын сыйға толы екен. Мен күтпеген жағдай мені таң қалдырдып, біраз уайымға салды. Бәрін бір Аллаға тапсырдым. Оқып жүріп, біраз выпечкаларды пісіруді үйрендім. Бір жағы модель ретінде жұмыс жасай бастадым. Себебі бойымның ұзындығы мен тіп-тіке жүретінім барлығы таң қалдыратын. Біраз ақша жинап алдық. Өзіміздің стипендиямыз да бар. Біраз жоспарларымыз бар еді. Бірақ әкем ақшамыздың барлығын алып алды. Құлағына жаңа аппарат алу керек екен. Сол үшін оған қатты қынжылмадық. Не дегенмен әкеміз ғой. Әкемнің денсаулығы біз үшін қымбат. Біреулер әкеге зар болып жүр. Әкемнің барына шүкір. Бірақ кейде әкем ұрсып, жекіге кезде қатты ашуым келеді. Өмірімен налып, неге бұндай әке бердің деп Құдайға өкпемді айтқан кездерім де болды. Бірақ кейін ұмытып кетемін. Алайда бәрібір іште бір нәрсе тұратын. Арада 1 жыл уақыт өтті. Әкем ойда жоқта мені оқудан шығарып алды. Ал сіңілім сол жерде оқып жатты. Маған: саған оқудың қажеті жоқ. Одан да бір жағы модель болып, бір жағынан тағы да бір жұмысты жасайсың. Әке, ол қандай жұмыс? Әкімшіліктен саған хатшының орнын тауып қойдым. Бас тартпа, мен мұны қанша уақыттан бері жоспарлап дайындап келем. Әрең дегенде тапқаным. Жақсы жұмыс. Жерде қалмайсың. Сенің модель болып жұмыс істеп тапқан ақшаңа жасанды диплом сатып алдым. Сол арқылы жұмысқа тұрасың, деді. Әкетайым-ау, қалай бас тартамын? Бұл деген керемет қой. Оқымадым деп бастысы налыма, сен үйдің үлкенісің. Отбасыңда асырау сенің мойныңа жүктеледі. Анаңды қатты шаршап жүр. Қашанға дейін анаңның ақшасына жармасып отырамыз, деді. Әрине әкешім, бас тартпаймын. Сіздерге қиыншылық көрсетпеймін. Уәде беремін, әкетай, дедім мен.